Қарағанда болсын енді 30 жылды меңізі жер малмен айластық қойды. Ұшып кеттім, қағаз құсап, ұшып кеттім өзім. Ой, адам өстіп тез өледі екен ғой деген ғана ой келді маған. Маған бүйтіп қоштас деп сөйтті, болды енді өз-өзіңді қинама, қоштаса ғой деп. Сөйтіп жоқ, өлгім келмейді деп. Қатты сөйтіп Алладан сұрады, мен өлгім келмейді деп. Сосын ол кісі айтты, саған таза өзің ата-бабаңнан келген қасиет, мен саған дипломды да, андай куәлікті да өз қолыммен табыс етем деп. Мен мысалы бір үйге бара жатсам, ол үйдің ішінде қандай адам ауырып жатқанын алдын ала сезетімін. Өйткені өзім сол жерім ауырып бара жатады, ана үйге қарай кетіп бара жатады. Өзі нанды жеп, итке беріп, қайтадан өзі жеген. Иттің сілекейінен шыққан ауру болды. Көрсетті. Көрсетті, маған көрсетті. Содан ол бала жазылды содан. Жаке, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Жаке, сізді танаған неше жыл болды? Енді 3-4 жыл болған шығар. Тек сотка арқылы ғана. Сотка арқылы. Бүгін енді танысып отырмын. Енді сіздің жұбайыңыз хабарласып, мен айтатыным бар, емшімін деген сияқты әңгіме айтып, мен деген негізі емшілерді сол сөйлейтін бар адамдарды жалпы сөйлетіп жүрмін ғой. Мен білмеппін сіздің жұбайыңыз екенін. Келгесін айтып отырсыз. Қараған жақтан келдіңіз? Қарағандан көшіп келдік. Негізгі Монголиядан келдіңіз? Негіз тегінде Монголиядан 91-ші жылы көшіп келгенбіз. Содан бері Талдықорғанға, Талдықорғаннан қайтып бір 5-6 ай отырып, Қарағанды көшіп келдік. Қарағанда қанша тұрдыңыз? Қарағанда енді 32 жыл тұрдық. Біраз тұрған екен. Бала шаға бәрі шүкір ғой Құдайға. Шүкір бәрі өсті. Дұрыс. Мен көңілім толып отырған, және де сізге өтінгенім, сіз жұбайым қасыңызға отырыңызшы деп өтіндім. Өткені деген әрқашанда осы мен қаншама түсіріп жүрмін, емшілер жалғызбасты болады, я үйіндегілерді қолдамайды деген сияқты да. Мен қуанып отырмын. Сол әңгіменің басын бастап беріңізші деген сөзімді қайтармағаныңызға рахмет. Не істедіңіз Қарағанды облысында? Қарағанды облысында енді 30 жыл енді меңізі жер малмен айластық қойды. Сиыр ұстадық, жылқы ұстадық, қой ұстадық деген ешкі деген. Содан мен байға ауылдық жерде трактормен де 30 жыл трактор айдадық. Шөп жоқ байға далада. Науыш шалушылық қой көбінде. Монголиядан немен вас? Монголияда енді негіз қалалы жерде тұрғанбыз. Университетте оқып жүріп, 2-ші курсында осы жаққа көшіп келдік. Сол жақта үйленіп келдіңіз ғой? Сол жақта үйленіп келдік. Сол жақта 2 баламен келгенбіз, осында 4 осы жақта еді. Кенжеміз 19-ға келді. Содан кейін енді Астанаға балалар ержеткесін көшіп келдік. Тұрыс болған екен. Сізбен танысып отырған, жалпы сіздің жанұяңызбен танысып отырғаныма қуаныштымын. Ал енді жұбайыңыз Бақтыгүл. Бақтыгүл. Емшімен айналысады екен. Қашаннан болып жатыр? Сіз қалай оны байқадыңыз? Қолдайсыз ба деген сияқты әңгіме ғой. Қолдаймыз ғой. Біз алғаш үйленгеннен кезден бастап байқадық қой. Ол кезде сол кезден бастап бұл енді бір сөйлегел тұрым дей ме, бір өнобайы от сияқты жалын болып жатады да, сол сияқты бір сондай нәрселерден байқадық. Одан кейін ауырды. Ған жермен жерге барамыз бәрі. Көп жер сұрадық қой, мынау не үшін ауырады, больницаға барса ол больницада ем жоқ. Енді өзінен сұрағым да, жалпы сіз тегіңіз қандай? Біз керейміз. Керей. Дұрыс, керейлер көбінесе сол жоқ. Жер ауысып кеткен, Қытайға, неге? Мен Найман. Найман да. Ал рұқсат болса мен жұбайыңызды сөйлетейін. Сізге рахмет. Сөйтіңіз, Жақсы, рахмет. Ал енді сөз өзіңізге келеді. Қай уақыттан бастап сізге осы қасиетті байқадыңыз өз бойыңыздан? Мен байқады дегенде менің әжем, апам кісем дейтін кісі болған. Әкеміз де сол кісем дейтін емші болды. Бірақ мен өзім қасиетім бар дегенді байқалған жоқпын. Мен кішкентай кезімде түс көретінмін. Сонда 6-шы класста оқып жүргенде мен әкемнің інісінің баласы қайтыс болды. Университетте оқып жүрген 1-ші курста. Болат деген ағамыз қайтыс болды.
сосын бір күні маған түсіме кіреді ағам. Мен 6-шы класспын ол кезде. Сосын ағам келеді де бүйтеді. Мен бір андай жаман судың жерде андай дөңгелек қақпағы болады ғой септіктердің. Сол секілдіден өтіп кетемін де ар жағы бір үлкен дүние болып кетеді. Ағам мені ертіп бара жатыр. Сосын ағам айтады, қорықпа, мына жіптің бір ұшынан ұстап ал дейді. Сосын ол кісі жаңағы бір жіпті маған бір ұшын ұстатып, өзі бір ұшын ұстап, ағам менің алдымда кетіп бара жатыр. Мен алғаш кішкентай кезімде көрген түсімді айтып отырмын. Сосын кетіп бара жатса, қайтыс болған кісілер дейді, 3 топқа бөліп қойыпты. 3 топқа? 3 топқа бөліп қойыпты. Бүйтіп сұрақ сұрап жатыр деп сөйтіп, періштелер дейді, адам секілді, бірақ та алдында қанаты бар, артында, жан жағында қанаты бар адамдар. Сосын айта, о жаққа қарамай-ақ қой деп ағамыз сөйтеді. Ары қарай алып кетеді, сосын бір бұлақтарға барды, бір орман ағаштардың ішіне бардық. Сосын мен айтам, сізді біз өліп қалды деп қатты уайымдап жатырмыз. Ағамызды, кенже ағамыз деп айтатымыз, әкемнің інісі ғой. Кенже ағамдарды қатты уайымдап отыр ғой. Менімен бірге қайтшы деп мен сөйтіп. Сосын сөйтсем ағам айтады. Сөйтіп келгеннен кейін ағам мені бүйтеді, енді бара ғой дейді. Менің өмірім осы бақилық дүниеде мен өмір сүремін. Мен осының ішінде ғанамын дейді. Сен пәни жалғанда өмір сүресің дейді. Енді бара ғой деп кәдімгідей мені құшақтап, екеуміз қоштасып мен шығып кетем әр жерден. Тесіктен мен артыңа қарама деп сөйтті. Шығып кеткенде оянсам, анам таңғы ас дайындап сөйтіп жатыр екен үйде. Сосын анам айттым, шошыды ма, қыстақ жерде тұрамыз ғой, сосын менің басымнан жеттен айландырып, өзенге апарып шашып, бірдемесін оқып сөйтіп келді әйтеуір. Сондай енді түстерде кейде бір өңінде болатығы нәрселерді көріп жүрдім. Сосын үйленіп, арғы Монғолияда Дархан деген жерде тұрдық. Ол кезде бірыңғай монғолдардың ішінде тұрдық. Содан екінші балаға аяғым ауыр жүріп босанғаннан кейін мен қатты түн деген нәрседен қорқатын болдым. Түнде неше ұйқыңыз қашты ма? Ұйқым қашып кетті. Түнде неше түрлі нәрсе келеді, содан болып басым қатты ылқылдап ауырып, сосын мен жолдасым айтты, мен ертең қандай бір жағдай болып есім бір неғып кетіп жатса, мен әйтеуір есі неғылғатын жерге апарма деп сөйтіп сұрап айтып қоям өтініп. Содан сөйтіп жүргенде о жақта ауруханаға, психдиспансерға апарма деді. Содан сөйтіп жүргенде не қылды, бір сол жерде алғаш рет тәуелсіздік алған кезде о жақта да халық емшілер ассоциациясы деген ұқсаған пайда болды. Соған жаңағы сол жақта Көккерілті, Сағражап деген бұрындағыдай өздері дәрігер, біреуінің бізде хирург деді ғой. Сондай болған кісілер сондай больница ашты. Адамдарды емдеді, жаңа биоэнергиямен емдеді, ине қойды, сондай. О жақта деген медицина дамыған ғой. Дамыған, сосын кейін ауылдан келеді, біздің ата-апаларымыз, үлкен кісілер келеді. О кісілерді біздің үйдің жанында. О кісілер тіл білмейді, сосын мен о кісілерді жаңағы ертіп барам кісілерге. Содан сөйтіп жүргенде о кісілер сен бізге жұмысқа кірмейсің бе деп. Мен еще сіздерге кірем, мен ешқандай медицинадан хабарым жоқ қой деп сөйтіп айттым. Жоқ, біз саған үйретеміз деп. Кішкентай бала бар, біреуі. Жасыңыз нешеде сонда? 24 сосын айтты, бір балаңды біз балабақшаға берейік, біреуін яслиге берейік, сен кір деп. Сосын мен кірмедім, бірақ басым қатты ауыратын, басымды кісілер емдеді, бір қан алды. Сосын мен ештеңе білмеймін, ол кісілердің түрлі аспаптары болды. Балға менен емдейді, нүктелерін тауып адамдардың. Яғни оларда жаңа емшілер ма? Емшілер. Монголдар? Монғол кісілер, таза монғолдар. Дипломированный ма? Оқыған ба? Оқыған ба? Енді екеуі үлкен дәрігер болған кісілер. Кейіннен өздері... Дәрігерлікке оқымаған да? Жоқ, дәрігерді оқыған ғой, медицинаны оқыған кісілер. Одан кейін ішінде бір Туя деген әйел болды, оны биотекпен емдейтін кісілер. Кейіннен сол екі жағын біріктіріп больница ашқан кісілер ғой. Түсіндім.
сосын сіз сөйтіп мен ойладым, енді мен қазақ болғасын мазақтап тұрсыздар ма, мен ешбір не білмесе мені қалай жұмысқа аласыздар деп. Олар біліп тұр ғой. Иә, сосын кейін сөйтіп жүргенде осы жаққа енді көш басталды біздің атамыз. Жоқ, істедіңіз бе бұл жұмыс? Істемедім енді, соны білмедім ғой. Сосын кейін ол кісі біреу айтты, қайран жастық өмір, сен енді 6 жылдан кейін ешбір еңбектің шыдамы жоқ, кем болып қаласың ба деп. Мен шошыдым, налар жынды ма, мен еш жерім ауырмайды, мен неге олай деп айтады деп. Сосын бір барғанда айтты, сен мұсылмансың, біз андай діні басқа Будда. Біз Будда тағы арамызда қайшылық болады екен деп бір сөйтіп айтты. Яғни олар деген сіздің қасиетіңізді біліп тұрды. Соны білген екен, иә. Сосын кейін, одан кейін 91-де көшіп келдік. Көшіп келгеннен кейін сол Талдықорған жаққа келдік. Сол кезде Қызылту деген бір неге бардық, совхоздың жанында. Сол кезде бір әулие деген не жазып отырған бір нелер болды, зираттар болды. Соған көшіп келгенде менің жүрегіме бір діріл пайда болды. Резкі сондай. Сосын мен әжем апам болды, үйден ол кісілер бізге кішкентай кезімізден кәлиманы үйрететін, соны айтып сөйтіп жүретінмін. Содан біз қайтып ноябрьдің 17-сі Қарағанды келдік көшіп. Қай жылы? 92. 92 емес, 91-дің. Егеменді қалған уақытта келгенсіз? Иә, 91-де. Сосын кейін келіп, соны көршілер болды, Чыбықбай деген кісілер болды. Сол кісінің әйелі емші екен. Енді оны біз білмейміз ғой, кісілерге жаңағыдай бір аталады деді, ештеңке білмей, о жағынан хабарым жоқ екен. Сосын біз көрші болған екен, ас суына көмектестім мен. Етін асып, шайын қайнатысып деген секілді. Соған барып жүріп, Зәуре, Момынкүл, Даярхан деген кісілер келді. Сосын ол кісілер андай, сіз жоғары отырыңыз деп біреулер сөйлесе, мен айттым, жоқ, мен көршімін ғой, ас суға көмектесіп жүрген, отыра беріңіздер деп. Содан кісілер бүйтіп, енді асқа бата істемей ме? Сол кезде мен бірақ қатып қалдым ана жерде. Қалай? Бірақ жаным жоқ болып қалды. Қол басым біраз сіресіп отырған жерімде. Сосын сізге сіз не қылыңыз деп сөйтті. Дайырхан деген аға болды, енді жас жігіт екен ол кезде ол кісі. Дауысын естігенмін. Атын естігенмін сол кісі. Зәмираның несін естіген ғой, иә, сол кісі. Осыны ана кісілер сөйтіп, Зәуре деген ол кісілердің жетекшісін айнды білмеймін ғой. Сол кісі келіп, не қылғаннан кейін, Айдар өте жан-жағынан маған бір дем сап не қылды, мен сосын жақсы болып кеттім. Содан кетіп бір айдан кейін мен бір үйде адам жоқ, балаларыма ас су таңғасын бергел жатырым, сиырды сауып айдап, сосын сөйтіп жатырым, мен бір май істеп жатқан бүйтіп айданыр. Сөйтіп жатқанда мені ұшып кеттім, қағаз құсап ұшып кеттім өзім. Ой, адам өстіп тез өледі екен ғой деген ғана ой келді маған. Қолымды сүртуге шамам келмеді, келіп, төсекке жатып, апам үйреткен кәлиманы айта бердім. Сөйткенде бүкіл денемнен жан кетіп, тек қана аузым ғана сөйлеп жатты. Сөйткенде кішкентай қызым 3-тен асқан. Жүгіріп кісінің үйіне барыпты, мамам құлап қалды, үйге жүріңізші деп. Сөйткенде ол айтты, мамаң ауырса өз кесін деп, ол келе алмайды депті. Содан сөйтіп жатқанда бір қайынсіңлім жүгіріп келіп мені көреді, өліп қалды деп айтқан ғой, үлкен үйіміз бар. Содан сол жердегі енеміз, басқа кісілер жүгіріп келді. Бірақ бәрін көріп жаттым мен. Тек қана кеудемде жаным болды. Сөйтіп мен 7 күн қысылдым. Біресе бүйтіп тартып қалам, біресе сіресіп қалам, жаңағындай жағдай болды. Жаңа көшіп келген мені кәдімгідей күзетіп отырды адамдар. Соны ойбай кетті деп кісілер сөйтіп шу ете түседі, құлағым естиді. Сол кезде менің нағашы әжем, өзімнің әжем, көп адамдар келді. Менің жаныма қайтыс болған кісілер ғой. Аяғымды келіп жатырған, көріп жатырсыз? Көріп жатырмын, иә. Сосын бірде маған бүйтіп қоштас деп сөйтті, болды енді өз-өзіңді қинама, қоштаса ғой деп. Мен жоқ, өлгім келмейді деп. Қатты сөйтіп Алладан сұрады, мен өлгім келмейді деп.
сөйтіп жатқанда қайтадан бір түзеліп сөйтіп тұрғанда жаңағы алдында келген Момынкүл апа мен даяханаға аян алады Шымкенттен, Түлкібас ауданынан деп айтты сол Момынкүл апа. Сол кісілер ұшып келген, әлгі өлмеген өл балық деген құсаған. Ол кісілер тоқтатпаған, сендер барыңдар деп, көмектесіңдер деп. Сосын келіп, ана кісілер түнде келді. Сосын кейін ана біздің үйде зікір ойналып, сөйтіп маған батасын беріп, содан мен қайтадан тұрдым. Бетіңіз бері қарады. Бетім бері қарады. Бірақ та менде үрей қалып қойды. Ол үрей менде 2 жыл жүрді. Қай күні өліп қаламын деген бір қорқыныш болды. Қорқыныш болды, иә. Соны сөйтіп жүргенде Зиядан Қошақын халық емшілер ассоциациясының президенті ғой. Сол кісі келді Қарағандыға. Сосын мені сонда да ана жүрегім пайыстап қой, қайда бар, қайдан маған бір ем болады деген ой болды. Сосын сол кісіге барайын деп Қарағандыда Юго-Востокта үлкен андай не болды, соған бардым. Ол кісі келіп, сосын көп адамның ішінен айтты, маған бір адам келді, мен сол кісімен жолығып алайын деп. Мен ойладым енді, мына кісімен жолығу мүмкін емес шығар деп. Өйткені көп адам болды жерде. Сосын бір адам келді, бір жас қыз келіп тұрды қойды, енді ол кезде мен 20-ның ішінде ғанамын ғой, жаспын. Сосын бүйтіп қарап тұрып кісілер көп, ол кім екен деп бәріміз бүйтіп артқа қараймыз. Мен кішкентай балам бар, құшақтап алған. Жолдасым ұстап алдым, соған беріп қойып, енді ананы кіріп. Сосын бір сен айтып тұр ғой деймін деп бір сөйтті. Соқара, иә. Содан сөйте, анау деп жатып бір өтірейді, мені көрсетті, содан бардым ана кісінің жанына. Соны ана кісі амандасып, сол жерде. Содан кейін өстіп емге қатыса ғой деп сөйтті. Содан кейін мен ана кісіге бір 4 күн ба, сосын сеансына бардым, 5 күн ба. Сосын ол кісі айтты, саған таза өзің ата-бабаңнан келген қасиет, мен саған дипломды да, андай куәлікті да өз қолыммен табыс етем деп. Сіздер ешқайсыздарыңыз қарсы емессіздер ме деп адамдарға сөйтті. Ол кезде бір андай 5000 рубль ма бір шыққан, оны андай айырайын десе, бүйтіп айыратын ақша жоқ, елдер оның 500 теңгесін беріп, сөйтіп айыр бастап әйтеуір сөйтіп ақшаның жаңадан не қылған кез ғой. Ол ана орыс ақша болды, жаңа рубль. Содан менен ешқандай ақша алған жоқ, ол кісі жаңа дипломды берді, куәлікті берді, бәрін берді. Қазір менде бар. Сосын мен тіпті қорықтым. Мен енді өледі екен мына кісі. Бір аз ғана менің көңілімді аулап жатыр енді. Соны ананы берген соң мен үйге жылап келдім. Мен біттім екен енді. Ана кісі де мені бүйтіп көңілімді аулап сөйтіп маған диплом берді. Мынаны қайтем мен. Түсіндірмедім енді. Біттім екен деп. Адам қабылдайсың деп ештеңе айтқан жоқ. Жоқ, ол кісі айтты, мен сені алып кетем деді. Сен Алматыға бар деді. Оқытам деді. Бәрі үйретеміз. Сол жерде оқытамыз деді. Сосын ана қолды қойып, ана нені тексеретін, адамның биоэнергиясын тексеретін аппаратыма бірдемесі бар. Оған айту қолымды салып тексерді. Бірақ сені алып кетейік, саған бәрі не қыламыз деп. Сөйтен десе бізде мал бар. Менің кішкентай 3 балам бар. Ешқандай қарайтын кісі жоқ, мен бара алмадым. Саған бәрін текке істеп берейік жүр дегенде мен бара алмадым. Соға біз ауылда қалып қойдық енді, сонымен сөйтіп. Сонымен ауылда анау кісілер айтады, енді саған емде деп айтты ғой деп, бір бала ұрып қалса да маған әкеледі, біреу сөйтіп қал десе де маған әкеледі. Қалай бастадыңыз емді? Сол кішкентай балалардың жаңағы жылағанын, шошынғанын біздің жақта айтады, андай шетпе деген болады. Сосын өздім, жауырынын аштым, сөйтіп талып қалған дарға барып дем салдым, әйтеуір тәуба бәрі нәтижесін берді. Айтып тұрады. Келіп тұрады. Келіп тұрады. Енді сол алғаш кезде мен мысалы бір үйге бара жатсам, ол үйдің ішінде қандай адам ауырып жатқанын алдын ала сезетінмін. Өйткені өзім сол жерім ауырып бара жатады, ана үйге қарай кетіп бара жатқанда. Сондай жағдайлар болды, иә. Содан бастап сол кісі қабылдап сөйтіп, одан Монғолияда да бар маған емделген адамдар. Монғолиядан? Иә, емделген кісілер болды. Монғолияда сіздің қолыңыздан емделді? Емделген сол кезде менің жасымдағы 50-дің ішіндегі бір әйел болды. Мен содан ол кісі бізге құдағи болып келетін кісі болатын. Ол кісі барса емдікте дәрігерде 2 жыл емделіпті де, өзін асқазанын жаман ауру деп ойлап ана кісі. Дәрігерлерден не таппай, аяқ қолында ісігі болды ол кісінің. Сосын кейін тамақ ішпей қалған ғой, енді
кішкене қайнаған су ішіп, кішкене сәл сүт қосып ішіп, ет тамағын жемей деген секілді. Содан сол кісі келді, мен алғаш рет, мен ағам келіп айтты, сен кісемдесің бе, ана кісі сені естіп келіп не істейсің енді деп. Мен де өзім бір түрлі ыңғайсыздан мен де енді алан саған көрейін деп жай ұшықтап емдедім. Содан ана кісілер қолтықтап сүйеп әкелген, кейіннен ана кісі өз еркімен келетін болды. Сол кісіні мен 10 күн емдедім. Сонда ана кісі ақ көбік құсып тұрды. Айткенде іші желге толып кеткен, ішін жел алып кеткен. Содан ол кісі содан жазылды. Сосын намазыңызды оқыңыз дедім. Ол кісінің өзінің несі болды, қасиеті болды. Намазға жығылып, қазір 80-ден асты маған хабарласып тұрады. Тамаша. Ол жақтағы алғашқы кісі. Енді ауылдың шошынып қалған, бір аттан жығылып қалған, мотоциклден құлап қалған, кішкене есі сол кезде шошынып естерінен айырылып қалған, ұйықтамай қалған. Сондай адамдар келді. Тағы бір жерден бір бала келді, осында көп жыл болды. Ана бала күніне 5 рет алады екен. Эпилепсия сияқты ма? Иә. Соны аузынан бір көбік шыға ма бір демейді. Сөйтеді ана бала көпке созылмайды, бір минут па, 1-2 минут қайтадан есін жия қалады. Сіресіп қалады ғой. Сіресіп қалады. Сосын ана сол жақтан, біздің жақтан келген кісі екен. Қазір Нұра деген жақта тұрады сол кісілер. Сосын ана жылынан тексеріп деп жіберген ғой. Содан алсам, бұл кембақ бала ма деп маған әкепті. Мен ол баланы 7 күн емдедім. Сонда маған көрсетті, ол бала қайткен. Ана кішкентай бала ғой, ойнап жүреді. Өзі нанды жеп, итке беріп, қайтан өз жеген. Иттің сілекейінен шыққан ауру болды. Көрсетті, маған көрсетті. Содан ол бала жазылды содан. Енді Құранда да бар ғой, ит ұстауға болмайды. Итті үйге әкелуге болмайды. Қазір үйленіп 3-4 баласы бар. Сондай. Тамаша. Сондайдар болды. Сосын миы қозғалып қалғандарды салдым жаңағыдай. Сотрясение. Сонда өзіміздің ауылда бір бала болды, 2 бала бүйтіп тартысып отырған, ана жіберіп қалған, ана құлаған. Ана баласы қорқырап. Дәрігерде барды, мен де бардым. Дәрігер, сіз не істейсіз десем, мен кардамин дедім, мен ұмытып қалдым, бір екпе ғана егем деді, иықтан салатын. Басқа менің қолымнан келері жоқ деді. Сол жерде миын салып, ол баланы. Ол да қазір өзі әнші болып жүр осы күнде, 20-дан асты. Тамаша.